Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Көптеген адамдар өмірінде иықтың ауырсынуы сияқты жағымсыз сезімді бастан кешіреді. Бұл видеода біз аурудың түрлерін, себептерін, қандай дәрігерге қаралу керектігін айтамыз. Қозғалыс кезінде иықтың ауруы. Қозғалыс кезінде ауырсынудың жиі себептері арқа, омыртқа және иық буынының аурулары болуы мүмкін. Мұндай аурулар буынға шамадан тыс жүктеме болған кезде пайда болады. Иық буынының айналасында сіңірлер қабынып, бұлшықетке зақым келтіруі мүмкін. Соның ішінде жарақат нәтижесінде болады. Сондай-ақ иықтың ауырсынуының себептеріне сіңірлердегі тұздың жиналуы мен иық жауырынының периартрозы да жатады. Сол иық немесе оң иық аймағындағы ауырсыну. Көптеген адамдар оң қолмен жұмыс істейді, сондықтан оң иықтағы ауырсыну жиі кездеседі. Себебі бұл оң қол ең көп стрессті қабылдайды. Егер сіз солақай болсаңыз, ауырсынудың сол иықта пайда болуы да мүмкін. Ескеретін жайт, кейде сол жақтағы иық өткір ауырсыну миокард инфарктісі немесе мойын кеуде омыртқасының остеохондрозы симптомы болып табылады. Бұл екі ауруды жиі шатастырылады. Өйткені остеохондроз ауруы жүрек соғысының ауырсынуына ұқсайды. Екі жағдайда да науқасты ауруханаға жатқызып, диагностикадан өткізу өте маңызды. Тыныс алу кезінде иықтың ауырсынуы. Егер сіз демалғанда ауырсыну күшейсе, ол жарақаттануды көрсетуі мүмкін. Иықтың зақымдануы немесе шығып кетуі ішкі органдардың ауруын білдіруі мүмкін. Мысалы, миокард инфаркті немесе плеврит. Мұндай жағдайларда ауырсыну көбінесе иық буынына таралады және тыныс алған кезде күшейеді. Тіндердің және ішкі органдардың зақымдалуына қарамастан ауруханаға жатқызып, дәрігердің тексеруінен өту қажет. Жедел иық ауырсынуы спортпен шұғылдану барысында физикалық белсенділік немесе құлау кезінде пайда болуы мүмкін. Жарақаттар әртүрлі болады, олар буындардың көгеруі, сүйектердің зақымдалуы, иықтың шығуы жатады. Әрбір жарақат өзіндік емдеуді қажет етеді. Дегенмен тіндердің жазылуы сәтті емделуден кейін де буындарда ауырсыну пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жасырын зақым мен денеге өзгерістерді анықтау үшін науқасты қосымша тексерістен өткізу қажет. Иық пен қолдың ауырсынуы. Егер ауырсыну қолға таралса, онда науқастың жалпы жағдайына назар аудару қажет. Ол бірнеше аурулардың салдары болуы мүмкін. Мысалы, біріншісі артрит ауруы. Бұл кезде жедел ауырсыну бүкіл қолдан білекке дейін, білектен саусақтарға дейін таралады. Жалпы тәжірибелік дәрігерлерге және ревматологқа қаралу керек. Екінші, иық пен жауырын буынының флебриті. Бұл буынды қоршап тұрған тіндердің, бұлшықеттердің, сіңірлердің, байламдардың қабынуы. Ауырсыну сыздап, адамды әлсіретеді. Үшінші, мойын остеохондрозы. Ол бізде қатты ауырсыну болуы мүмкін. Сонымен қатар ескертетін жайт, жүректің ауруы және стенокард ұстамасы жедел миокард кезінде жүректе ауырсыну тудырады. Ауырсыну көбінесе сол жақ иін буыны және қолға дейін таралады. Мойын мен иық буынындағы ауырсыну. Арқаның жоғары жағында, мойын аймағында бұлшықетте спазм жарақатқа, физикалық жүктемеге және дұрыс емес қалыпта ұйықтау кезінде пайда болуы мүмкін. Мұндай мойындағы ауырсыну сезімдері және мойынның шектеулі қозғалғыштығы бір ай ішінде жоғалады. Оның пайда болу себептері жоймаса егер, қайта пайда болуы мүмкін. Бірақ иықтағы мұндай ауырсынудың себебі иық артриті және периартрит және мойын остеохондрозы болуы мүмкін. Кез келген жағдайда ең бастысы дұрыс диагноз қою және адекватты ем тағайындау. Иық ауырсынуы жауырынға және шынтаққа таралуы мүмкін. Мұндай симптомдар жиі кездеседі. Мойын кеуде остеохондрозы жүйке тамырларының түбетектерінің қысылуына тән. Мойынның артқы және бүйір жағында жағымсыз сезімдер туындап, содан кейін иықтың қатты ауырсынуы пайда болады. Ол иықтан шынтаққа дейін таралып, одан қолға, бұғанаға өтіп, бастың маңдай бөлігіне таралып, одан төмен қарай жауырынға беріледі. Мұндай кезде невропатолог дәрігеріне көріну қажет. Жалпы иық буынының аурулары ауырсыну кезінде бір ғана дәрігер емдемейді, бірнеше дәрігерден кеңес алу міндеттеледі. Оның біріншісі дәрігер кинезотерапевт. Бұл бұлшықеттердің, байламдардың, сіңірлердің ауырсынуды емдейді. Екіншісі травматолог ортопед. Бұл жарақат алғанда, сынғанда
шығып кеткенде емдейді. Невропатолог дәрігер қолда, саусақтағы сезімталдық бұзылса, соны емдейді. Кардиолог бұл ауырсыну төс аймағының артында немесе жүрек аймағында болса, миокард инфаркті жою мақсатында немесе анықтау мақсатында осы кардиолог дәрігерге көрінеді. Бүгінгі ақпаратым осындай. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.